Ассаламу алейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Біз бүгін сіздерге шаруашылықтағы сабанның рөлі жайлы сөз қозғайтын боламыз. Яғни сабан беруге бола ма ешкілерге? Егер болатын болса, оны қандай мөлшерде беру керек? Ешкінің ас қорыту жүйесі жайлы да азғантай ғана сөз қозғап кетеміз. Және де оның мезгілі қай уақыттарда берген дұрыс деген секілді. Мен ешкілерге қазір сабан берейін деп тұрмын. Біздің ешкілер сабанды жейді, және не үшін жейтін қазір мен сіздерге түсіндіріп кетемін. Көріп тұрсыздар, мен алдын ала астына мынандай қара материал төсеп алдым, және соның үстіне сабанды қойдым. Қазір бұл сабанды мен ешкілерге бөліп беремін. Мінекей, ешкілер күтіп тұр. Ешкіні негізі ас қорыту жүйесін екі бөлікке бөліп қарастыруға болады. Біріншісі сүтқоректі кезіндегі, яғни лақ кезіндегі ас қорыту жүйесі, және де үлкен ешкілердің ас қорыту жүйесі деп. Біз қазір үлкен ешкілердің ас қорыту жүйесі туралы әңгіме қозғайтын боламыз, ал лақ кезіндегі ас қорыту жүйесі жайлы кейінгі видеоларымыз айтатын боламыз. Сондықтан да сол видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде арнамызға тіркеліп қойыңыздар, яғни келесі видеоларды көру үшін. Сонымен үлкен ешкілердің ас қорыту жүйесі негізінен ешкінің ас қорыту жүйесі 4 бөлікке бөлінген. Бірінші бөлігінде жеген тамағы бірінші болып түсетін жері. Ол жердің сыйымдылығы шамамен 13-25 литр сыйымдылығы бар. Ол жердің, яғни ол жерге алғашқы жеген тамағы жартылай шайналған күйінде кеп түседі. Оны кеп түскеннен кейін шамамен жалпы ешкі сол 13-25 литрді жартысынан асыра толтырғаннан кейін ол күйіс қайыруды бастайды. Күйіс қайыру шамамен 20-30 минуттан кейін басталады. Яғни ешкі тамағын жеп болғаннан кейін 20-30 минуттан кейін оның күйіс қайыруы басталады. Осы кезде бір айта кетерлін тағы да бір жайт бар. Ол жаңағы қарынға түскен тамақ максималды түрде 4-5 сағаттың ішінде ол міндетті түрде күйіс қайтарылады. 4-5 сағаттың ішінде. Ал бірден егерде ол күйіс қайтаратын болса, 20-30 минуттың ішінде, бірінші соңғы жеген тамағы 20-30 минуттың ішінде кеп түседі. Яғни түсінікті болды, иә? Біз не үшін айттық максималды түрде 4-5 сағат, оны кейінірек түсіндіреміз. Өйткені ешкіні жаю деген не бар Еуропада, ешкіні уақытылы жайылымға шығару. Яғни олар біздер сияқты таңертеңнен кешке дейін бақпайды, өзінің уақытысымен бағады. Және бұл уақытысы осы максималды ешкінің максималды шөп жеу уақыты деген уақыт бар, соған сәйкестендіреді. Оны біз келесі видеоларымызда ешкінің жайылымға шығару туралы айтатын боламыз. Сонымен ешкілер 20-30 минуттан кейін күйіс қайыруын бастайды. Күйіс қайыру әр бір шақырылымда, яғни бір рет аузына келген кезінде 20 реттен 30 ретке дейін ешкі шайнайды, былайша айтқанда. Жағы 20 реттен 30 ретке дейін қозғалады. Кейіннен ол қайтадан жаңа асқазанына барып түскен кезде 1 грамм жаңағы тамақта 3-4 миллион, шамамен 3-4 миллиондай бактериялар болады. Және бұл бактериялар қауіпті емес мүлдем, керісінше бұл ешкіні жаңағы қорегін қорытуға әсер етеді. Яғни осы бірінші асқазанда бірінші кеп түскен жерде 70% қорек сол жерде қорытылады. Осы жерде тағы да бір айта кетерлік жайт, не беру керек? Капуста беру керек, жаңағыдай свекла беру керек, басқа да нелер беру керек деп жатады, көптеген өте құнарлы тамақтарды. Бірақ бір ескере кететін бір жайт бар. Ешкі күніне 700 граммнан шамамен 700 граммнан 3 килограммға дейін құмалақ тастауы керек. 700 граммнан 3 килограммға дейін құмалақ тастау керек. Қанша 100 жерден ешкі құнарлы тамақ жесе де, оның мөлшері бар. Тек қана құнарлы тамақ беріп, оны өзінің мөлшері 700 граммға жетпейтін болса, ол асқазанды кішірейіп тастайды. Сондықтан да ешкі тамақты мол жеу керек. Сонымен біз сабанға қайтадан ораламыз. Мен жаңа көрдіңіздер, мен қасыма сабанды әкеліп қойдым. Бұл сабанның
құнарлылығы жоғары басқа сабандардан қарағанда. Жалпы сабан ол дәнді дақылдың қалай айтса болады, дәнді дақылдың дәнін алған кезінде астындағы сабағы. Бірақ біздің сабан ерекше сабан. Өйткені бізде бұл менің қасымда тұрған пресс сабанда масағымен бірге, дәнімен бірге кеткен. Яғни бұның салмағы қазір бұл сабанның салмағы қазір 15-17 килограмм деп есептейтін болсақ, соның кемінде 3 килограммы бұл таза арпа. Өйткені бізге арпаның сабаны. Мұндай сабанды әрине табу оңай болмайды. Бұл үшін жаңағыдай қар жауып кетуі мүмкін, егістік алқаптарына содан кейін түсуі мүмкін, не болмаса техниканың дұрыс жұмыс жасалмауының әсерінен, не болмаса қардың астында қалған сабанды, жаңағы масағы сынып кеткен сабанды, сабағы сынып кеткен сабанды түгелдей орып пресс етіп тастай салады кейбір шаруа қожалықтары, және оны құнарлы сабан ретінде сатылымға шығарады. Ол шөптен қарағанда әлде қайда арзанырақ болады. Ал жай ғана сабан, тек қана сабағының өзі ғана, масағы жоқ, жай ғана сабанның өзі ғана шамамен 100 килограмм жаңағыдай неде сабанда бар болғаны, егер де ол арпаныкі болатын болса, 1,5 килограмм протеин болуы мүмкін. Оның өзінде ол 1,5 килограмм шықпан, 1,3 килограмм нақты деп айтуға болады, 1,3 килограмм протеин болады. Енді сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын, мен не үшін астынан қара материал төсегенім. Өйткені бұл сабанның құрамында арпа өте көп, яғни бүтін арпа несі. Және ол шашылады қазір мен пресс шашқан кезде, алған кезде, жібін алған кезде. Және арпа маған ол арпаны төкпей, барынша әр дәнін ешкінің алдына қойым керек. Не қараңыздаршы, мынандай масақтары бүтін қалпында тұр. Не, тағы да біреу. Мен әлі тіпті пресс шашқан жоқпын, ал масақтар міне. Бұл бүтін масақ. Не? Қазір үгітейін. Таза арпа. Тек осы үшін ғана біз сабан береміз. Таза арпа. Осы арпаны қазір ешкілер сүйсіне жейтін болады. Біз бұл сабанды міндетті түрде күндіз береміз. Күндіз және кешке дейінгі уақытта. Кеш болып кеткен екен сабан берудің біз үшін аса маңызы жоқ. Біз түске дейін ғана осы сабанды береміз. Молынан көбінен сабан береміз. Кешке қарай шөп, жем және түнде сағат 11-лерде шамасында міндетті түрде ешкілерге көп мөлшерде жем беріледі. Өйткені таңғы сағат 7-ге дейін, 7-те оларға тағы жем шөп берілетін болса, таңғы сағат 7-ге дейін олар асқазандар қорыту керек. Ешкінің жаңа айтып өттік, асқазаны күйіс қайтарады. Соңғы шөбі мысалға айталық 6 сағат, кешкі 6 сағатта берілген болатын болса, түнгі сағат 11-ден кейін қайтадан асқазанына жемге түседі. Және сол жем 20-30 минуттан кейін күйіске келетін болады. Жемнің сөлін барынша сіңірген мал яғни құнарлы тамақтанады. Егер де жеммен бірге шөп беріп жіберетін болсақ, түнгі сағат 11-де ол асқазанында қалмайды да, жаңағы жем асқазанында қалып, соны сөлін сора алмайды да, шөппен бірге ауыз қуысына қайта келіп, оны қайта қортатын болады. Ал бізге оның ешқандай қажеттілігі жоқ. Ешкіден мен алғашында ойлаған бұл сабаннан көп қалдық қалады, және ол көп қалдықты ешкілердің астына төсеніш ретінде төсейтін боламыз деп ойлаған едік. Алайда біздің күткенімізден гөрі ешкілердің тәбеті жақсы болып шықты. Құдайға шүкір. Тіпті тек сабағын ғана қалдырып жеп жатыр. Яғни көп қалдық қалмайды. Тіпті лақтардың астына ғана төсейтін не болады. Ешкілердің астына бөлек сабан бар. Басқа бұл арпаныкі.
яғни бұның ішінде жаңағы масағы мен сабан, ал масағы жоқ бидай сабаны ол астына төсеуге болады. Өйткені бидайдың сабағы қаттырақ болады, ал арпаныкі сабаны жұмсақ болып келеді. Негізінен егер де малға сабан беретін болсаңыздар, онда арпаның сабанын таңдау керек. Егер де сіз тұрған өңірден осындай жаңағыдай мынандай масағымен бірге алынған арпа сабаны бар болатын болса, оны 100% сенімділікпен ешкілеріңізге алып берсеңіз болады. Бұл тексерілген, біздің тәжірибемізде тексерілген. Ешкілер бұл масақты сүйсіне жейді, және көп қалдықта қалмайды. Ең бастысы арзан, ғажайып. Неке? Ғажайып жеп қойды бір масақты. Дәмді ме екен? Ешкілердің сабанды қалай жейтін жайлы қазір видеосын көрсететін боламын. Сол видеоны тамашалаңыздар. Құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері, осымен біздің шаруашылығымыздағы сабан жайлы айтылған видео тамамдалды. Біздің басқа да арнамыздағы видеоларымызды көріңіздер, ал бұл видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.